Сабақтың тақырыбы рәміздері елімнің, бойтұмары жерімнің. Сәлеметсіздер ме, құрметті балалар. Біз сіздермен бүгін жиналып отырған себебіміз Қазақстан Республикасының рәміздерінің 30 жылдығына орай жиналып отырмыз, иә? Миға шабуыл. Қазақстанның рәміздерін білеміз бе, балалар? Білеміз. Соны қазір біз сіздермен есімізге түсіреміз. Ту, елтаңба, әнұран. Жақсы. Сонымен қатар балалар 1992 жылдың 4 маусымында тұңғыш елбасымыз кім еді? Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығымен 4 маусым Қазақстан Республикасының рәміздерінің күні болып бекітілді. Сол кезден бастап бұл күн бізде мемлекеттік мереке болып саналады. Сурет салу. Туым тендігім, елтаңбам елдігім, гимн айбыным демекші, тәуелсіз еліміздің көк байрағы, елтаңбасы мәңгілік болып, биіктерден көріне берсін. Өзіміздің жерімізді, рәміздерімізді, отанымызды құрметтеуге және патриоттық сезімімізді нығайтуға тырысайық. Назарларыңызға рахмет.